Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен балалық шағымыздың хит салаты болған фунчоза салатын дайындайтын боламыз. Өте оңай, өте дәмді жасалынатын. Алдымен табамызға аздап сұйық май құйып, майдалап туралған етімізді орташа отта бетін жауып пісіріп аламыз. Кішкене суы тарылған соң майдалап туралған пияз салып, сарғайғанша қуырамыз. Сосын болгар бұрышын осылай салып, тағы да 2-3 минут шамасында қуырамыз. Ал енді фунчозамызды 15 минутқа суға салып қоямыз. Негізі килограммен алынатын фунчозалар өте дәмді шығады. Менде аз керек болғандықтан осы кіші упаковка дегін алдым. Араластырып, осы аралықта кішкене тұз салып жіберу керек. Менде видеоға түспей қалған. Енді үкіштен өткізілген сәбізімізді қосамыз. Майдалап туралған чеснок қосып, 15 минут ыстық суда тұрған фунчозамызды судан алып қосамыз. Қалауыңызға қарай кішкене дәмін ұнатып жатсаңыз, соя соусын қосуыңызға болады, аздап қана. Сосын қалауыңызға қарай тағы да укроп, петрушка аздап, көп емес. Сосын қияр қосып, заправкамыз де қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Заправканы менде бір упаковка дегін барлығын қосқан жоқпын. Жартысын қосып, жақсылап араластырамыз. Міне қыздар, біздің фунчоза салатымыз дайын, өте дәмді, өте оңай жасалынады. Ыстықтай да, салқындай түрінде де ұсынсаңыз болады дастарханға. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Төменге пікір қалдырып, өзіңіздің жасалу әдісіңізбен бөлісе кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, сіздермен болған Умида.